Әйеліме хиджабты мәжбүрлеп кигіземін. Ішкі істер министрлігі Ұланғасыр Қамидің үстінен тексеру жүргізіп жатыр. Сәлем достар, сіздермен бірге Невскизет арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Әйелімді хиджаб киюге мәжбүрлеймін. Күйеулері хиджаб кимегені үшін әйелдерін өлтіріп жатыр. Осылай деп әлеуметтік желіде пікір білдірген әнші Ұланғасыр Қамидің басы дауға қалды. Ол қазіргі уақытта отбасындағы жанжалдардың туындауына қыз-келіншектердің хиджаб кимей жүргені себеп екенін алға тартты. Өнер иесі болашақта тек хиджаб киетін аруға ғана үйленетінін жеткізді. Шын түсініп киген әйел хиджабты басын кесіп алса да шешпейді. Басқасында шаруам жоқ. Мен ертең өз әйеліме хиджаб кигіземін. Басқасы шешіп ала ма, шешіндіре ме, шатағым жоқ. Өзімдікіне кигіземін. Бұған көнетін әйелді аламын. Көнбесе алмаймын. Арабтікі ме, басқаныңкі ме, маған бәрібір. Мен оны түсініп тұрмын. Түсінетін әйел іздеймін. Кимеймін десе, чао деймін. Болашақ әйелімнің санын жалтыратып, ешқайда шығарғым келмейді. Неге хиджаб кигізесің деген сұрақ болса, ер адам өзіне жауапкершілік алады ғой. Үйленгеннен кейін ақыретке дейін әйеліңе де сен жауаптысың, сұраласың. Егер хиджаб киіп дұрыс жүрмейтін әйел болса, үйленбей-ақ қойған дұрыс. Әйелін өлтіріп қойды дегеннің бәрі хиджаб кимегеннен басталған шаруа. Ұстаздар баяғыдан айтып келе жатыр. Әйелі санын жалтыратып көшеге шығады. Күйеуі оны естиді де барып өлтіріп қояды деген сияқты деп айтты Ұланғасыр Қами. Желіге тарап кеткен осы видеосы үшін өнер иесінің Саида Сисенбаева есімді Facebook қолданушысы ішкі істер министрлігіне шағым түсірген. Бүгін өтініш арқылы ішкі істер министрлігіне қылмыстық кодекстің 174 бабына сәйкес әлеуметтік және гендерлік араздықты қоздырғаны, әйелдерге өшпенділік тудырғаны және әйелдерді қыздарды күйеуінің, бұрынғы күйеуінің жігітімен туыс ер азаматтардың қолынан зорлықпен өлтірілгенін және дене жарақатын алғанын ақтағаны үшін мәлімдемесін тексеруді сұрап арыз жаздым деді ол. Ұланғасыр Қамидің осы мәлімдемесінен кейін оның тыңдармандары да теріс пікір жаза бастады. Сахнадан жоғал, Балқияға бойкот. Бұған да бір хайп керек болған шығар. Өзіне көп алып кетті. Енді әндеріңді тыңдамауға тырысамын. Халық алдында жүргесін, елді алдыға сүйрейтін осылар ма десең. Болашақ қатын ұрғыштар осындайлардан шығады. Концерттеріне барудан бас тартайық. Өзінеге оранбаған қыздардың алдында ән айтып, соларды билетіп тұр. Әншілердің естісі жоқ. Бәрі аузына келгенді айтып, лағып жүр деп жазды көпшілігі. Айта кетейік, Саида Сисенбаеваның шағымын министрлік өкілдері растады. Өтініш тіркелді, тексеріс жүріп жатыр. Оның қорытындысы бойынша процессуалды шешім қабылданады деп хабарлады ішкі істер министр өкілдері.